Саламатсыздар ма балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі тақырыбымыз бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Сабағымыздың мақсаты, оқу мақсатымыз бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің мәндерін салыстыру. Осы тақырыпты түсіндіру барысында оқулықтағы бірінші тапсырманы орындап көрейік. Суретте көрсетілген 12 жұлдызша, сол 12 жұлдызшаның 5 жұлдызшасы боялған, яғни 12-де 5. Және екінші суретте 12 жұлдызшаның 8 жұлдызшасы боялған, 12-де 8. Енді осы бөлшектерді салыстырайық. 12-де 5 кем 12-де 8. Бұл бөлшектерді салыстырған кезде алымы үлкен бөлшек, бұл жердегі алымы үлкен 8, алымы үлкен бөлшек 12-ден 8 үлкен бөлшек болады. Осы тақырыпта еске сақтайтын нәрсе, бөлімдері бірдей бөлшектері бар өрнектерді салыстыру үшін алдымен өрнектердің мәнін есептеу керек. Одан кейін барып, екі бөлшектерді салыстырамыз. Назарларыңызға рахмет.